Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hurmetli қажекелер, Алла Тағала бұл елді мекендегі барша дұға тілектерімізді, ізгі амалдарымыз қабыл етсін. Құдай қаласа, ұрпақтарымыздан да қажылардың көптеп шығуын, осы өлкеге келе алмай жүрген ата-ана, ағайын, бауыр, дос-жаран, туған туыстар, барша мұмын мұсылмандардың осы өлкеге келіп, құлшылық ғибадатта болуын Алла нәсіп еткен болсын. Енді міне Аллаға шүкір, біраз амалдарымыз орындалып жатыр. Бірақ мына нәрсені ұмытпайық, құрметті жақсылар. Ғалымдардан қалған сөз бар. Рамазан айы келатыр, Алла нәсіп етсе, Рамазан айында біз бір ай құлшылық қыламыз ғой. Ораза ұстаймыз, қолымыздан келгенше мешіттен қалмауға тырысамыз, тарауих намазына қатысамыз, уағыз нәсихат болса да бүкіл нәрселердің барлығын естиміз, жақсылықпен өткізуге тырысамыз Рамазан айында. Бірақ ғалымдарымыз айтады, Рамазан ол бір ай, Рамазан айы біткеннен кейін басталады деп айтады. Сен Рамазанда бір ай бойы бәрімен бірге жүріп, ораза ұстап жүріп, сол көпшіліктің ортасында бірге жүре беруіміз мүмкін. Ал бірақ біздің Рамазан айы бізге пайдасын берді ма, бермеді ма деген нәрсе, Рамазан айы біткеннен кейін жалғыз өзіміз қаламыз ғой. Міне сол кезде білінеді енді Рамазан айы қаншалықты бізге пайда берді. Дәл сол сияқты, мынау қажылық біздің умрамыз, қажылығымыз. Қай уақытта бұл қажылықтың пайдасы бар? Осы жерде жүрген дұғаларымыз қабыл болды ма? Осы жердегі істеген ғибадаттарымыз біздің өмірімізге бір пайдасын беріп жатыр ма? Қандай бір ізгі амалдарымыз болып орындалып жатыр ма? Оның жемісін қашан көреміз? Елге барғаннан кейін қажылық сол кезде басталады енді. Біздің қажылығымыз елге барған кезде басталады. Қалай? Мына жердегі бәріміз бірге жүрміз. Бәріміз 5 уақыт намаз мешіттеміз. Барлығымыз уағыз насихатта жүрміз. Қолымыздан келгенше таспих қайтарып жатырмыз. Қолымыздан келгенше зікір айтып жатырмыз. Шамамыз жетсе Құран оқып жатырмыз. Садақамызды беріп жатырмыз. Шамамыз жеткен бүкіл жақсылық істеп жатырмыз да көпшілікпен. Ал елге барған кезде не істейміз біз? Әр қайсымыз жеке қаламыз. Ал енді сол кезде жеке қалған кезде 5 уақыт намазымыз не болып жатыр? Өзің садақамыз не болып жатыр? Оразамыз, біздің мынау әрбір істеген дұғаларымыз қалай болып жатыр? Соның барлығының жемісін, осы өлкенің жемісі елге барғанда білінеді. Елге барғанда білінеді біздің жемісіміз. Анау әркімді өсектеп жүретін адам еді мынау. Қажылыққа барып келіп өзгеріп қапты ғой кісі. Мына кісінің мінезі өте ауыр еді. Қажылыққа барғаннан кейін басқа адам болып қапты ғой. Деген сөздер айтылып жатса, онда осы қажылықтағы сіздің не істеді? Бір жемісін берді деген сөз. Ал егер қажылыққа дейін қандай адам болдық? Елге барғаннан кейін де ой әкең, ой шешең ешқайсысы аузымда түспей, дәл сол қалпында қалып біткен болсақ, мына адам шынымен қажылыққа барып келді ма? Не болды өзі деген сияқты сұрақтармен бізге ауыр сөздер келіп қалатын жағдай болатын болса, бұл өлкеде жүрген 10 күндігімізде бір кемшілік бар деген сөз. Біз кемшілік кетті ол кезде. Оны біз не істейміз? Өзіміз ғана білеміз. Өзіміз ғана білеміз. Оны отырып, сол кемшіліктің орнын не істеуіміз керек? Толықтыруға тырысуымыз керек. Толықтыруға тырысуымыз керек. Сондықтан, құрмет қажекелер, ең үлкен нәрсе, біз бұл өлкеде кешірім сұрап жатырмыз. Раббымызға жалбарынып жатырмыз. Осы уақытқа дейінгі бүкіл нәрсемізден кешірім сұрап жалбарынып жатырмыз. Маңыздысы не? Маңыздысы өзіміз де басқаларды кешіре білу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мешітте отыр, сахабалармен отыр. Қазір мешітке кім кіреді деп айтады? Жәннаттық бір адам кіреді дейді мешітке. Бір кісі кіріп келе жатыр. Ертесі күні отыр, қазір мешітке жәннаттық бір адам кіреді деген еді. Дәл кешеге кірген кісі қайтып кіріп келе жатыр да. Үшінші күні қазір мешітке жәннаттық бір адам кіреді деген еді. 2 күн бойы кірген кісі не істеді? Кіріп келе жатыр да. Жәннаттық бір адам деген кезде адамдар, бұл адам бізден артық қандай амалы бар екен жәннатқа кіргізетін деген сұрақ болды ғой. Үйіне қонаққа барады. Үйіне қонаққа барудағы мақсаты не? Бұл кісі бізден артық қандай амал істей алады екен? Үйінде қонаққа болған кезде қараса 5 уақыт намаз шамаш етсе мешітке барып жатыр, бірақ қаза қылмай оқып жүр. Күнделікті өзіміз сияқты күйбең тіршілікпен жүр да.
Өмірі дәл өзіміз сияқты өмір сүріп жатыр. Бірақ соңында не деп айтады? Ренжімеңіз, мен сіздің үйіңізге қонақ болудағы мақсатым, пайғамбарымыз саллаллаху осылай деп мешітте отқан кезде айтты. Сіз кірдіңіз. Бірақ сіздің қарап отырсақ, бізден артық істеп жатқан ешқандай амалыңыз жоқ. Түнде ұйықтап жатсыз. Қаласаңыз намазға тұрасыз, қаласаңыз ұйықтайсыз. Дәл өзіміздің өмір сияқты нәрсе. Біз білмейтін бір артық нәрсе бар ма деген еді? Білмеймін дейді. Сендер білмейтін артық нәрсе жоқ, менің өмірім осы. Сонда арғы жігіт кетіп бара жатқан кезінде, бірақ дейді, бірақ күніге кешкісін жататын уақытта, күніге ұйықтайтын кезінде әлгі кісі не деп айтады? Я Раббым, бүгін мені біреу сөзбен ренжітіп қойды, біреу кетіп барады, соғып кетті иықпен, машинамен кетіп барады, қысып кетті біреу, ренжітіп қойды ғой. Ренжітіп қалдыңда, біреу сөзімен ренжітіп қойса, іс әрекетімен мені ренжітіп қойған болса, Раббым барлығын кешірдім деп айтады ғой. Бірақ не деп айтады? Сен үшін дейді да. Алла үшін кешіріп жатыр ол. Басқа ешқандай маған пайда керек жоқ. Сен үшін барлығын кешірдім мен деп айтады. Міне осы амал дейді да, жәннатқа жеткізетін. Не үшін? Алла тағала бізді кешіру үшін өзімізді кешіре білуіміз керек қой. Ал енді адамды кешірудегі мақсат қандай? Қарасаңызшы. Бұған үлгі кім болады бізге? Бұған үлгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Біз бүкіл өміріміз үлгіні сол кісіден аламыз ғой, о кісінің үлгіні бізге көрсеткенін қарасаңызшы. Адамды кешіре білу, бір адам сізді ренжітіп қойса, барсаңыз лауазымы сізден биік болса егер, лауазымы биік та, адамдардың арасындағы жұмысы да, о кісінің істеп жатқан жұмыс биік болып көрінеді ғой, лауазымы. Сіз о кісіге не істей аласыз? Кешірмей қояйын десең, бір күні болмасын, бір күні ісің түседі анаған. Амал жоқ, не істейсің? Кешірдім сен дей саламыз. Ай, бірақ көресің ғой, бір күн деп қоясың ішінен. Дұрыс па? Бұл кешірімге жатпайды. Ал енді біреуден барып, ренжіген адамға күшіңді көрсетейін десең, ана адамның күші сізден екі есе үш есе көп екендігін көресің да, қарайсың шамаң жетпейді, не істейсің? Кешірдім деп қоясың. Ал бірақ пайғамбарымыз саллаллаху қандай үлгі көрсетті қараңыз. Мекке қаласын басып алды ғой қайтадан. Мұсылмандардың бәрі шығып кеткеннен кейін осы Мекке қаласын пайғамбарымыз саллаллаху қайтадан келіп басып алды ғой. Басып алған кезінде осының ішінде кім болды білесіздер ме? Пайғамбарымыз саллаллаху ағасын, жақсы көрген ағасын Хамзаны, ертең Алла нәсіп етсе Мединаға барған кезде түсіндіреміз. Ухуд соғысында қайтыс болған мұсылмандарды қалай жәбірлеген білесіздер ме? Әйелдер барады да өліп қалған мұсылмандардың барлығын мұрындары мен құлақтарын бәрін кесіп алғанда, кесіп алғаннан кейін мұсылмандар соны мойындарына сепіш қылып тағып алған ғой. Сондай қорлық қылған. Соның ішінде Хамза радиаллаху анхуды не істейді? Мұрнын, құлағын бәрін кесіп алғаннан кейін ішек қарнын жарып, ішек қарнын ақтарады, бауырын шегедей не істеген? Мүжіп жеген. Сондай қорлық көрсеткен да, ойласыңыз, пайғамбарымыз жақсы көрген ағасын солай қинаған кісі пайғамбарымыз саллаллаху Меккеде басып алғаннан кейін алдында тұр ғой. Не істесе де ешнәрсе істей алмайды да, бүкіл мұсылмандардың алдында. Ана адамнан кек алатын уақыт келіп тұр ғой. Кек алатын уақыт келіп тұр. Күші жетіп тұр. Ол алдында тұр. Күші барлығы жетіп тұр. Мүмкіншілігі бар. Өзінің туған бауырын, ішек қарнын, бүкіл денесін талқанда тастаған адам тұр да алдында. Не істейді? Алла үшін сол адам кешіріп жібереді ғой. Қараңыз, ойлай беріңіз. Шынайы түрде кешіру, шамаң жетіп тұрған кезіңде алдына тұрған адамды кешіре білу не нәрсе? Міне бұл шынайы мұсылманшылықтың шыңы сол. Бізге үлгі қылып қалдырған нәрсе. Біздің үйренуіміз керек болған нәрсе осы. Ал бірақ Алла үшін деген нәрсе, намаз, ораза, қажылық, біреуді кешіру, садақа, істеп жатқан амалдарымыз, қажекелер, Алла үшін деген амал, оның қайтарымын күтпеймін деген сөз. Оның қайтарымы күтілмейді. Алла үшін деген істелінген нәрсе. Болды, маған бұның қайтарымы керек жоқ деген сөз ғой. Айша анамыз бар ғой, Алла разы болсын. Айша анамыз бір кісіге жақсылық істей ма? Бір кісіге жақсылық істейді. Үнемі, мысалға, келет, қажекеңе жақсылық істейді да, Айша анамыз. Қажекеңе жақсылық істегеннен кейін, қажекең міндетті түрде біреуден, мысалы, мен бұл кісіге келдім да қазір, бір өзіме ұнаған затты сыйлық қылып, Алла үшін деп бердім да, бұл кісі не деп айтады? Алла разы болсын. Алла берекет берсін өміріңе, кәсібіңе берекет берсін деп дұға қылды ғой бұл кісі маған. Сонда Айша анамыз қорыққан.
Не үшін? Бұл кісінің қылып атқан дұғасы қазір маған мен берген, Алла үшін деп берген садақамның қайтарымы болып қалама деп қорқады ғой. Сөйтеді да бұл кісі керісінше қолын жаяды да, Алла сенің өміріңе берекет берсін. Алла сенің де өміріңді ұзақ қылсын, отбасыңа, кәсібіңе берекет берсін. Дұға қылады да, дұға қылды, расчеттасты ғой екеуі. Болды ғой, дұға мен дұға бірмен. Садақа жоқ та ортада. Садақаны ұмытып кетеді. Өйткені не? Садақаны Алла үшін істеді ғой ол. Оған дұға маған дұға қыл, басқа қыл деген нәрсе жоқ та ол жерде. Ол сонымен не болып кетеді? Жауып отырғанда Алла үшін деген нәрсе осындай ғой қажекелер. Алла үшін деген нәрсе оның қайтарымын күтпейсің. Мен қазір мына досыма бір көмектесейін, бұның баласы үлкен, оқу-оқуды ертең прокуратураға түссе пайдасын тигізеді ғой маған деп істелген нәрсе, ол Алла үшін болмай қалады. Ол Алла үшін болмай қалады. Не үшін? Оның түпкі сіздің ниетіңіз Алла болып тұрған жоқ қой. Алла үшін деген нәрсе істедің ба, болды, оның қайтарымы керегі жоқ. Маған қайтарым керегі жоқ. Бірақ Алланың уәдесі бар да, ұмытпау керек. Алла үшін істелінген әрбір амал, оның қайтарымы 10 есе деген ғой. Оның қайтарымы 10 есе. Сіздің істеген бір жақсылығыңызда Алла 10 есе қайтаруға уәде беріп қойғанда, әрбір жақсылықтың қайтарымын 10 есе қылыпшы. Сізге келмей қалатын болса ше, егер сізге келмей қалатын болса, Алланың уәдесі ақиқат қоя, ұрпағыңызға келеді ғой. Сол берекет. Ұрпағыңызға келетін нәрсе. Сондықтан біз әрбір амалымыз істелген кезімізде, кез келген амал істейік, үлкен болсын, кішкентай болсын, маңызды емес. Маңызды емес. Әрбір амалымыз Алла үшін деп істейік болды. Оны Алланың алдында біз ойлаймыз да қазір. Біреу келіп 100 мың теңге садақа берсе, біреу келіп 10 мың теңге садақа берсе, 100 мың теңге садақа берген адамның сауабы көп болды да, 10 мың теңгенің аз болып қалды деген ой болуы мүмкін да бізде. Енді ақшамен есептеп қалғанбыз ғой барлық нәрсенше. Ал бірақ біз білмейміз ғой, екеуі қандай ниетпен беріп жатқандығын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір күні отырады да, біздің тілмен айтамын, біздің тілмен түсінікті болу үшін айтып берейін. 100 мың теңге садақа бергеннен 10 теңге садақа берген адам осып кетті деп айтады. 100 мың теңге садақа берген адамнан дейді, 10 теңге садақа берген осып кетті дейді да. Я Расулалла, ол қалай? Мынау 100 мың теңге беріп жатыр, мынау 10 теңге беріп жатыр. Сонда 10 теңге берген адам не деп айтады? Ол өзіндегі барын Алла үшін беріп жеді дейді. Өзіндегі бар нәрсені Алла үшін толығымен беріп жеді ол дейді, 10 теңгесін барлығын. Ал мына кісіде одан да үлкен мүмкіншілік бар еді да. Одан да үлкен мүмкіншілік бар еді. Хазіретті Әбу Бәкір Сыддық пен Омар радиаллаху анхудың жарысы сияқты ғой. Екеуінің жарысы сияқты да. Омар радиаллаху анху дүниесінің тең жартысын алып келген кезде ше, Әбу Бәкір Сыддық бүкіл үйінің дүниесін алып келді ғой, бірақ Омар радиаллаху анхудың дүниесіне жеткен жоқ қой оның дүниесі. Одан аз болып қалды ғой. Бірақ ол ешнәрсе қалдырған жоқ та. Үйіңде не қалдырдың деген кезде не деп айтады? Алла және оның елшісін қалдырдым деп айтады. Оның әкесін көзі көрмейтін болған. Әкесін көзі көрмейтін болған. Бұл оқиға болған кезде Әбу Бәкір Сыддықтың әкесі әлі мұсылман емес тұғын. Мұсылман емес тұғын. Сонда әкесін көзі көрмейтін кезінде бұл оқиғаны естеді ғой әкесі. Әбу Бәкір Сыддық бүкіл дүниесін Алла жолына таратты деген естіген кезде әкесі үйіне келіп заттарды жайлап ұстап көретін болған. Сөйтсе Әбу Бәкір Сыддық алған заттардың орнына басқа тас сияқты басқа не заттарды қойып кететін болған ғой, әкем ренжіп қалмасын деп ше. Ана ұстаған кезде, үйде бір зат болса да қалдырған екен ғой деп жүрегін ұстағанда әкесі көзі көрмейді ғой. Зат қалдырған екен ғой, бәрін бермеген екен ғой дегенде қарсаңызшы. Бірақ бүкіл дүниесін не істеп жүрген? Алла жолында садақа қылып беріп жүреді. Бірақ өмірінде таршылық көрді ма? Өмірінде таршылық көрді ма? Мына өлке қажекелер. Адамның дұғасы қабыл болатын жер, сұраған әрбір дұғамызды Алла еселеп тұрып беретін жер ғой. Ал енді бұл жерге не үшін адамдар келе береді дейтін болсаңыз, көріп жатыр ғой. Дұғасының қабыл болып жатқандығын, істеп жатқан әрбір ізгі амалдарының жемісін көріп жатыр ғой. Келеді, елге барады, Алла өміріне берекені одан бетер артық қылып қояды да, ол одан кейін қайтадан бұл жаққа келгісі келмейді емес қой. Келіп берекенің одан да көп болуын сұрайды. Ал енді елде қанша проблема болып жатыр, мына жерге келген кезімізде не болып жатыр? Ұмытып кетіп жатырмыз ғой барлығын. Айтса елде болса дәл қазіргі уақытта отырып қарыздарыңды есептейсің. Ертеңгі күнгі жоспарың ертең кіммен, телефонның өзіне тыныштық жоқ қой.
әр нәрсемен жұмысымыз бар, басқамыз бар. Ал мына жерде, бұл жерде біз ақша көп таппауымыз мүмкін, бірақ бұл жерде не істейді? Жүрек тынышталатын жер. Ал жүректер қай уақытта тынышталады деп айтады Құранда Алла Тағала? Жүрек Алланы еске алумен ғана тыныштық табады. Ұстазымыз айтып жатқан оқиғаларды қараңыздар. Ұстаздарымыз не дейді? Қаншама миллиондаған, миллиардтаған ақшасы бар кісілер бар да, түнде рахаттанып ұйықтай алмайды. Түнде рахаттанып ұйықтай алмайды. Не үшін? Жүрек тыныш емес. Біз ойлаймыз ғой, ақшам көп болса болды, ой, үйімді зор қылып соғып алсам, заборларын биік қылып, жаңағыдай есіктің алдына бір қарауыл, бір сигнализация бір нәрсе қойып қойсам, тыныш жатып ұйықтайтын шығармын деп, жүрек онымен тыныштық таппайды ешқашан. Жүрек қай уақытта тыныштық табады? Алланы еске алған уақытта ғана тыныштық табады. Еске алған уақытта ғана тыныштық табады. Сондықтан бұл жер біздің ықыласымызды көбейтетін жер ғой. Ықыласымыз көбейеді бұл жерлерде. Сондықтан бұл өлкелерде көп дұға қылып, Аллахтан көп жәрдем сұрайық. Елге барғанда да бұл ықыласымызды алып қоймасын жүрегімізден. Жүректегі ықыласымыз не істейік? Көп шыңдап отырайық. Мынау иман, құрмет қажекелер, иманымыз біздің жай ғана жанып тұрған, мына жерге қазір біз бәріміз енді свечамен өстік қой, үйге свет өшіп қалса свеча қойып қоямыз жағып. Сол шырақты, жай ғана шырақты мына жерге жағып, қойып жағамыз ғой, жанып тұрған от, ол біздің иманымыз да. Қанша уақыт жанып тұра алады? Мына жерден өтіп жатыр қанша адамдарда? Бір қатты жел тұрса не болады? Өшетте қалады да. Өшпеу үшін не істейді біздің елде? Шырақты жаққаннан кейін үстіне не кигізіп қоямыз? Шишаны кигізіп қоямыз ғой. Дұрыс па? Шишаны кигізіп қоямыз да, жанып тұра береді. Біздің иманымыздың сыртында қорғаны болмайтын болса, ол әлсіреп өше береді, жай жаңағы шырақ сияқты. Ал оны қорғап тұратын нәрсе не? Намаз, ораза, қажылық, зекет. Мұсылмандармен дәл осындай сұхбат жиындарымыз бізді жігерлендіріп, жаңағы қорған болып отыратын нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінде қазір мұсылмандар біздер не үшін әлсіреп кетеміз білесіздер ме? Не үшін әлсіреп кететін бірден бір біздің себебіміз не? Имандасу жоқ қой бізде. Имандасу жоқ. Біз қазір кетіп баратып, бір досыңызбен жолығып қалдыңыз, бір бауырыңызбен жолығып қалдыңыз. Не деп айтасыз? Бауырым не істеп жатсың десең, бір жұмыс болып жатыр, айлығың қанша? 300-400 мың десе, бауырым келсе бір жерге шай ішейік та дейміз да, бауырымды шақырып аламыз да, не жұмыс істеп жатсың өзі? Айтса, бізде бір жұмыс істейік та, тартса бізде қасыңа. Жүре бермей тірлік істейік та деп, дүнияви нәрсені сөйлесеміз ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде бұл оқиға болғанда, бірақ 180 градусқа керісінше болады. Қандай? Есік алға жайлап шығады да, Мекке қаласына көшеге шығады ғой. Кетіп баратқан кезіңізде, кетіп баратқан жерінен не істейді? Бір кісі есік алып өтіп барса, пәленші келсе үйге шайға. Үйіне шайға кіргізеді да, отырғызады ғой. Отырған кезінде айтады, мен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан тазалық иманның жартысы деген хадисті естігенмін. Мен білемін сол хадисті. Сен естігенсің ба бұны? Ал енді сен қандай хадис білесің? Маған бір айтсайшы. Пайғамбарымыз естіген бір сөзің бар шығар, бір хадис бар шығар, айтсайшы маған деп не істейтін болған? Бір-бірлерін иман ахуалда жігерлендіріп отыратын болса, қайрап отыратын болған. Дәл қазір біз анау бір-бірімізді базар немесе дүкен, үлкен жұмыс орны, басқа жерде істейтін кісілерді шайға шақырып, мен жұмысқа тартсай деген сияқтыны, бірақ ол кісілер иман ахуалын шындап отыратын болғанда, бізде осы нәрсе жоқ болып кеткен еді, әлсіредік те қалдық қой. Әлсіредік те қалдық. Қай жерде біз уағыз насихат естеміз? Құдай тамаққа барған кезде, ер кісілер жұмаға барған кезде, әйел кісілеріміз не істедік? Сол күйінде артынан өшіп бара жатырмыз. Ал біздің бала шағамыз тәрбиелеп өсіріп жатқан негізі әйел кісілер ғой, өзіміз үйде болып жатқан жоқпыз ғой. Азына кетеміз, кешке келеміз, баламыз шамалы шуласа болып, жатқызсайын алады деп айқайлай шығамыз. Бірақ ертең баламыз бір нәрсені бүлдіретін болса, Құдай саған не жаздың өз? Неғып маған бұл нәрсені істеп қойдың деп өкім жатамыз да. Балаңмен кішкентай кезінде балаңмен Алла жөнінде сөйлеспейтін болсаң, балаң өскен кезде Аллахпен бала жөнінде сөйлесесің дейді. Кішкентай кезінде баламызға Аллахты танытпайтын болсақ, баламыз өскеннен кейін шамамыз жетпейді ғой же. Әке қойшы дейді ғой бізге. Әке қойшы, мен өзім білем, көріп жүріп қой өмірді.
деп бізге сөйлей бастайды ғой, уже ақыл айта алмайсың, ұрса алмайсың, ұра алмайтын дәрежеге жеткен кезінде Құдайға жалбарынасың да, я Раббым, мына балам мінезін не істедің, турлап берші маған деп балаң жөнінде Құдаймен сөйлесе бастайтын, Аллахпен уже. Сол үшін баламыз кішкентай кезімізде көңіл бөлуіміз керек. Баламыз кішкентай кезінде жаңағы шыбық сияқтығы деп айтқан себебі де сол да, қалай майсады, дәл солай кетеді. Қоғам, Аллаға шүкір, жастардың арасында өте иман ахуалынан да, мынау жақсылық істеп жатқан жағынан, мешіт, медресе соғып жатқан, Құран үйретіп жатқан, қажылыққа келіп жатқан жастар өте көп жақсылық істеп жатқан. Бірақ екінші жағы да аз емес та. Екінші жағы да аз емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қатты қорыққан қауымдар бар, қатты қорыққан еркектер әйелдер сияқты, әйелдер еркектер сияқты болатын замандардың бәрін сипаттап айтып кетті ғой, ақыр заман жақындаған уақытта деп қорқытты ғой. Өмір сүруде, ол заманда өмір сүрудің өзіне қорыққан замандарда өмір сүріп жатырмызда, оның бәрі болып жатыр да. Бірақ екінші жағы да болып жатыр. Екеуі де бар. Лут пайғамбардың қауымына, кеше айттық, естіңіздер, бүгін айттық, Лут алейхиссаламның қауымына періштелер азаптауға келе жатыр ғой. Дұрыс па? Жолдан Ибрахим алейхиссаламға жолықты. Лут алейхиссалам қауымына келетқан уақытында Лут алейхиссаламның қауымына кірсе, намазда, құлшылықта, тек қана Аллахқа зікір етіп еске алатын адамдар бар да. Түнде намазын тастамайды. Намазы бар. Өте тақуа кісілер бар да. Азап алып келетқан періштелер қайтадан Раббысын айтады ғой, я Раббым, мына елдің ішінде сені еске алатын, саған құлшылық қылатын, түнімен ұйықтамай сені еске алып отыратын адамдар бар екен ғой дейді да. Қалай азаптаймыз бұл өлкені дейді. Қалай бұны жермен жексен қылып жібереміз деген кезде не деп айтады? Бірінші сол адамнан бассаңдар дейді да. Бірінші сол адамнан бассаңдар дейді. Не үшін? Не үшін? 40 парыздың біріне әрбір мұсылманға жақсылыққа шақырып, жаманшылықтан қайтару парыз ғой бізге. Біз осыны тоқтатып қоятын болсақ ше, ол өлкеге Аллахтың несі келеді? Азабы келуі өте жақындай береді. Біздің ойымызша ана мешітте жүрген молдалар, имамдар, басқалар не айтпайды дейміз да, бірақ ол нәрсені айту бізге де парыз ғой. Ол 40 парыз бар ғой біздің мұсылманның. Ол тек қана дін саласына жүрген кісілерге ғана парыз нәрсе емес қой. Мен мұсылманмын деген кез келген еркек әйел болсын, мен мұсылманмын деген адамға жақсылыққа шақыру, жаманшылықтан қайтару ол парыз. Шамаң жетсе, не деп айтады? Шамаң жетсе бір жаманшылық көресің ғой, шамаң жетсе бар қолмен тоқтат. Мынауың болмайды. Қойыңдар. Қолмен тоқтат. Шамаң жетпейді ма? Жетпей жатыр ғой, қолмен тоқтатуға, бар ескерт. Мына нәрсе болмайды. Қойыңдар. Оған шамаң жетпей жатыр ма ескертуге, жек көр анан. Не нәрсе анан істеп жатқандар? Өте Аллахтың бір ашуына келтіретін нәрсе істеп жатыр ғой деп жек көресің да, бірақ біліп қой, жек көру иманның ең әлсізі деп айтады. Ал біздің ең жағдайды қараңыздар да, Құдай сақтасын, жағдайымыз өте ауыр ғой. Жек көрудің өзі болмай жатыр ғой бізде. Жек көрудің өзі жоқ болып баратыр да бізде ше. Бір жаманшылық көрген кезіңізде, көшенің қақ ортасында бір жаманшылық көрген кезіңізде, қой деп айту былай тұрсын, жек көрмей, біз үшін бір қалыпты жағдай сияқты өтіп кететін жағдай болып қалғанда бізге. Ал олдың соны өтіп бара жатып сен қарап, шамал жеркеніп жек көріп өтесің ғой, соның өзін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл иманның әлсізі деп айтып отыр. Ал енді ойлай беріңіз, жек көру болмаған кезде иманның ахуалы бізде не болып жатыр? Жағдай өте ауыр нәрсе. Сондықтан бұл нәрселерге қатты көңіл бөлейік. Бірінші, мынау біздің екі көзіміз, құрмет қажекелер, екі көзіміз, бір артық нәрсе бар, тек қана сыртты көреді да. Ана намаз оқитындар арақ қоятын тойда жүр ғой. Ана намаз оқитын кісі билеп жүр ғой. Ана қажылыққа барып келген кісінің істеп жүрген іс-әрекетін қарасаң, ана кісі, тек қана ана кісі, мына кісі жағдай, көздің бір кемшілігі сол да, сыртта. Ал бірақ ертең мен бұл кісі үшін сұралмаймын ғой. Мысалға да, мен шамам жететін нәрсені бұл кісіге ескертіп айттым, мен міндетімнен құтылдым, ертең бұл кісі маған келіп, сен өзің намаз оқыдың, ораза қылдың, қажылық істедің деп айтса, мен бұл кісіге айта аламын, мен ескерттім ғой сізге бұл нәрсені. Міндетім бар еді, құтылдым ғой сізден, мұсылманның алдына міндеттерінен.
Одан кейінгі нәрсе бұл кісінің өзінде ғой. Өзінде да. Ал бірақ менің ең бірінші нәрсем не? Өзім ғой. Өзім. Біз намаз оқып жатырық деп ойлаймыз, намаз дұрыс болып жатыр ма? Оған мән беріп жатқан жоқпыз. Дәрет алып жатырмыз. Дәретіміз дұрыс болып жатыр ма? Оны білмейміз. Жәннаттың кілті намаз. Жәннаттың кілті намаз. Намаздың кілті дәрет. Бәрі бір-біріне жалғанып тұр, қараңыз. Сіз намазды барып дұрыс оқуыңыз үшін дәретіңіз дұрыс болу керек. Дәретіміз дұрыс болу үшін, дұрыс болып жатса, ол кілтпен не істей аламыз? Жәннаттың. Қараңыз енді, нәрсе бар? Дәрет 40 парыздың ішінде бар, білесіздер. Дәреттің қанша парызы бар? Дәреттің осы жерде таласамыз енді. Қазір бір-екеуін қосамыз, аламыз, ол үшін бір сан шығарамыз ғой жалпы. Дәреттің қанша парызы бар? 4 дейді, мына жақ 3 дейді. 2. Азайып барады. Көбейтеміз ба десек. Дәреттің 4 парызы бар. 4 парызы бар, қараңыздар. Дәрет алған кезде бірінші парызы дәреттің жүзді жуу. Бетімізді жуу. Енді бетті қараңыздар. Біздің жүзіміз қай жерден өлшенеді? Шаштың ең соңғы тақалған жері, шашымыздың, құлақтың тұсы, және қай жер кіріп тұр? Иектің асты кіреді. Ана дәрет алған кезде абайлаңыздар. Бізде көбінесе дәрет аламыз да, әдет болып қалған ғой, бетіміз өсіп жуып кете береміз да, мына жерге су тисін. Астан су тисін. Бұл да жүзге кіреді. Түсінікті ғой, болды. Бір мәрте жуу бетімізді. Дәреттің парызы. Бір мәрте жуу. Одан кейінгі екінші парызы не? Қолды шынтақпен қоса жуу. Бір мәрте жуу қолды шынтақпен қоса. Дәреттің екінші парызы. Үшіншісі, біздің Ханафи мазхабы бойынша бастың 4-ке бөлеміз. 4-тен 1 бөлігіне шаштың масих тарту. Бір мәрте. Масих бір мәрте тартылады, қажекелер. Бізде көбінесе болады да, басты бетіп, дұрыс болмай қалмай деп, айналасын бәрін сүріп кетеміз ғой бұлай. Бір мәрте тартылады масих. Бір мәрте тартылады. Мынау 4-тен 1 бөлігіне қолыңызды суладыңызда, бір рет сипа жердіңіз ба, парыз орындалды. Парыз орындалды 4-тен 1-не. Енді мына қажылықтағы біздің Ханафи мазхабы бойынша да осыған негізделіп не істейді? Осы шашын 4-тен 1 бөлігі алыну керек деген шарт қосылған, білесіздер. Ал кейбір мазхабтарда, мысалы Шафии, басқа мазхабтарда дәрет алған кезіңізде басыңыздың бір тал шашына бет су тиді ма, болды, жүрді дейді айтады. Масих жүрді дейді дәреттіңкі дейді. Ал бізде ол жүрмейді ғой. Ол басқа мазхабта. Ал ол мазхабтың кісілері умрадан кейін шашының бір бөлігін алып тастадың ба, болды, шаш алдың ғой, ең басы шаш ал деп айтылған, шашың алынды, бітті деп айтады да. Біздің мазхабта 4-тен 1 бөлігі алыну керек шаштың. Соңғысы не? Аяқты тобықпен қоса, тобықта маңызды ғой, тобықпен қоса жуу, бір мәрте. Бұл дәреттің парызы. Жүзді жуу, екі қолды шындаққа дейін жуу, басқа масих тарту, аяқты тобықпен қоса жуу. Ал енді сүннеттерімен бірге орындаймыз, дұрыс па? Сүннеттермен бірге орындаймыз. Бір тоқталып өтем дәретке. Бірінші не керек бізге? Ниет. Ниет керек, дұрыс па? Ниет етеміз дәрет алуға. Дәрет алуға ниет етеміз. Ниет жүрекпен орындалады. Ниет жүрек. Тілмен айту мұстахаб, жақсы амал. Тілмен айту. Енді қараңыздар. Ниет еттік. Екі қолды білекке дейін 3 мәрте жуамыз. Саусақтардың арасын салғалап тұрып жуамыз. Ауызды 3 рет шаю не болып тұр? Сүннет амал. Тісіңіз ауырды, тісіңізді жұлдырдыңыз, басқа жағдай болды. Ауызды шаюға біраз уақытқа дейін болмайды. Асыр намазының уақыты шығып баратыр, намаз оқу керек. Дәрет аласыз да, ауыз шаймай, дәрет алсаңыз, санала ма, саналмай ма? Ауыз шайған жоқсыз. Сүннет болғандықтан не істейміз? Саналады. Қыс ауасында қазір елге барған кезімізде көбінесе бізде кететін қателік не? Мұрынға қатты су тартып, күн суықта
көбінесе гайморит болып қалады, немесе мұрынның қуыстары қатты ауырып қалады, мұрынға су тартуға болмай қалатын жағдайлар болады ғой. Дәрет алып жатқан кезде мұрнымызға су тартуға болмайтын жағдай болатын кезде оны су тартпай ақ қойсақ, дәрет жарамды болып санала береді. Себептермен көрдіңіздер ғой, бұл нәрсені ескеріп алыңыздар. Одан кейінгі мәселе, құрмет қажекелер, дәретті алдық, қолды шынтаққа дейін, жүзді жудық, қолды шынтаққа дейін жудық. Басқа масих бір мәрте ғана тартылады. Бір мәрте тартылады. Қолымызды толық сулап алып, толық масих тарту, пайғамбар сүннеті, толық. Енді бір көрсете салам, қараңыздар. Толық масих тарту, міне, қолыңызды бір сулап алдыңыз ғой, екі саусағыңызды біріктірдіңіз, үшеуімен алып келдіңіз, дұрыс па? Алып келдіңіз, екі жаны бар ғой, екі жанына қолдың сыртқы буынымен. Өтесіз да екі саусақ қалып кетті, суланған күйде. Бұл екі саусақтың біреуімен құлақтың ішкі қуысын, екіншісімен сыртына масих тартып жібересіз. Бітті. Қолыңыздың сырты қалып кетті ма? Екі сырты қалып кетті ғой, екі сыртымен не істейміз? Мойынға, желкеге. Осы жерде ескеретін жағдай, қажекелер. Өте көп кететін қате кемшілік. Өте көп кететін. Желкеге масих тарту, мұстақап, сүннет амалда, мойынға масих тарту, бидғат. Жоқ нәрсе. Ал біздегі қателік не болады? Бізде бүйтеміз. Бастап келеміз да. Дұрыс па? Көп қате кететін нәрсе. Анан алып келеміз ғой, мойынға едім әкеп жібереміз ғой. Ал бізде тек қана желкемізге масих тартамыз. Қараңыз, желкемізге, мойынға емес. Түсінікті ғой, осы нәрсені ескеріңіздер. Жай ғана желкеңізге тартыңыздар масихты. Әйелдерде, мысалы, дәл осылай да, мойынға едім әкелмеймін. Одан кейін, қыса болса елге барған кейін мәсі киеміз. Мәсі киген кезімізде аяқта жумай мәсі киеміз ғой, мәсіге бір мәрте ғана мәсі тартылады. Саусақты үш рет сулаймыз да, бір рет сулаймыз ғой, бір рет тартамыз масихты үш саусақпен. Болды. Бізде бір масих тартып алады да, дұрыс болмай қалды деймін осы. Жан-жағын бәрін ести бастаймыз. Жан-жағын бәрін сүрте бастаймыз ғой. Дұрыс болмай қалмасын тағы деп. Басқа масих тартқан, басқа да масих тартып болғаннан кейін, дұрыс болмай қалды дейміз да, бір сулап аламыз да, жан-жағын бәрін қайтадан не істейміз? Ол дәретке артық амал болып кетеді, құрметті қажекелер. Сондықтан бұл нәрсеге мән берейік. Ислам діні. Мынау Құран аяты, пайғамбар хадисі келеді ғой, ол кезде Құран аяты мен пайғамбар хадисі келген кезде ақыл жүргітпейді. Исламда 100%-ның 90%-ы Құран мен сүннетпен келген. 10%-ы не болып келеді? Ақыл. Жай ғана бірақ нәрсе. Біздің имам Абу Ханифа, Алла рахмет етсін, осы кісіге сен ақылды өте көп қолдана дегесін деген сұрақ келген. Сол өмір сүрген заманда, сол кездің өзінде ол кісіге қаншама жала жабылған. Соның біреуі, бұл кісі ақылды көп қолданады. Құран аятын бәрін ақылға салып жерген деп айтады. Менің ойымшаға кетіп қалған деп ше. Мысалы, Құранда бір аят келеді ғой. Сол аят келген кезіңізде, менің ойымша мынау былай ау деймін деген нәрсе біз айтамаймыз. Оған ақыл қолданамаймыз. Менің ойымша деп не айта аламыз? Баламыз бір қызға үйленем десе, балам менің ойымша мына қыз болмайды деп айта аласыз. Бір зат сатып алайын деп жатса, балам менің ойымша мына зат сатып машинаны алмай қоясың ғой деп айта аламыз да. Ал енді Құраннан бір аят келетін болса, менің ойымша мына аят былай ау деймін деп біз айтуға рұқсат берілмеген. Ақыл қолданылмайды ол нәрсеге. Имам Абу Ханифаға осы сұрақ келген кезде бұл кісі патшаның алды, патша шақырып алған. Саған көп ақыл қолданады деп саған айтылып жатыр ғой деген кезде, бұл кісі не деп айтады? Үш-ақ нәрсені айтады. Үш-ақ нәрсе. Біріншісі, ер адам күш қуат жағынан күшті ғой, ер адам. Екіншісі, әйел адам әлсіздеу. Дұрыс па? Бір адамның бір әке қайтыс болды да, қызы мен баласы қалып кетті артынан. Қызы мен баласы қалып кетті. Бала өмір сүріп кете алады ғой оңай. Бірақ қыз әлсіздеу ғой, дүниесін бөлетін болсақ егер соның, дүниесін бөлетін болсақ, пайғамбар саллаллаху хадисінде ер балаға 2-ден 1 бөлігі беріледі деп айтады. Қыз балаға 4-тен 1 бөлігі беріледі деп айтады дейді. Мен ақылды қолданатын болсам, мен қыз баласына 2-де 1 беретін едім деп айтады. Өйткені қыз әлсіздеу ғой, ана бала өмір сүріп кетеді ертең.
Бірақ ал хадисте не деп келген? Ер балаға көбірек беріледі ғой. Мен сол күйінде қалдырдым дейді да оны. Ақылға салсаңыз, бірақ қызға беру керек еді дейді. Ал енді ислам дінінде намаздың дәрежесі жоғары ма, оразаның дәрежесі жоғары ма деген сұрақ қояды да. Намаз жәннаттың кілті деп айтады. Ең бірінші сұралатын нәрсе қияметте намаз деп айтылады. Бірақ Рамазан айы келген кезде, Рамазан айы келеді, әйел адамдар Рамазан айында ай сайынғы келетін етеккір уақыты келген кезінде, Рамазан айында етеккір келген кезде ай сайын намаз оқи ма, оқымай ма? Намаз оқымайды. Намаз оқуға тыйым салынған, арам қылынған. Рамазан айы келген кезде ораза ұстай ма, ұстамай ма? Ораза ұстамайды. Қайсысының қазасын өтейді? Оразаның қазасын өтейді да, намаздың кіші. Намаздың қазасын оқымайды ғой. Бұл кісі не деп айтады? Мен ақыл қолдансам намазды оқытатын едім әйелдерге дейді. Өйткені намаздың дәрежесі жоғары ғой дейді. Бірақ ол намаз емес, оразаның қазасын қайтып өтеп берді деп айтылған ғой дейді да, қарасаңызшы. Үшіншісі, мәсі киеміз ғой аяққа, я. Мәсі киіп алып жүреміз да, мәсімен жердің бәрін басып келіп, қай жермен басамыз? Табанмен басамыз да, масықты қайға тартамыз? Үстін жуамыз да. Мен ақылды қолдансам табан жуғызатын едім деп айтқан ғой. Ал бірақ Пайғамбар хадисінде бұйырған нәрсе не? Үстінен мас тартамыз да. Ойлаңыз да, ақылға салсаңыз, ақылға сыймайтын нәрсе да. Жерді басып келесің, үстін тазалап кетесің. Ақылға салсаң. Ал бірақ бізге бұйырылған құлшылық ғибадаттарда ақыл жүрмейді ғой. Ақыл қолдан рұқсат берілмеген да. Сол үшін масты тартқан кезде тек қана үш саусақпен. Енді соңғы бір айтып кетейін. Біраз адам уже ұйқымызда қысып жатқан шығар бәлкім. Шаршауы бар шығар. Дәретте, құрмет қажекелі, дәреттегі маңызды нәрсе, әйел кісілерге ең маңызды нәрсе. Қолға лак жағылса, дәрет жүрмейді. Лак жағылған қолға дәрет жүрмейді, ғұсыл жүрмейді. Күндіз ер кісімен, өзінің күйеуімен түнде қосылып, азында қолын лак жағылған қолмен бар, дәрет ғұсыл алады ғой, ғұсылы жоқ. Ғұсылы жоқ болып сыртқа жүріп шығасыз ғой, жұртқа шығып кетіп баратқан кезіңізде жерді басып кетіп баратсыз ба? Мынау жердің өзі дейді да, жердің өзі, адамды қоя беріңіз, жердің өзі. Ол адамды жеркенет деп айтады. Сізді басқан кезде, ана жердің өзі ол адамнан жеркенет, ғұсылсыз жүрсе егер дейді. Ғұсыл дәретсіз жүрсе, жердің өзі ол адамнан жеркеніп тұрады деп айтады да, қараңыз. Енді ол адам лак болған кезде дәрет те, ғұсыл да жүрмейді, онымен оқылған намаз жарамсыз. Сол үшін бұл нәрсені абай болыңыздар. Ең қорқынышты нәрсесі, ең қатты қорқатын нәрсеміз, білмейміз ғой, кім қай уақытта бұл дүниемен қош айтысатын ше. Лак жағылған қолмен бұл дүниеден қош айтысқан кісілер болатын болса, соңғы сапарында ер адамдар кіре алмайды. Ер адамдар кірмейді. Көп әйел кісілер кірген кезінен не істейді? Бұл нәрсеге мән бермеуі мүмкін, айтып жүрген күннің өзіне қоя берші деп қиналуы мүмкін да. Дәретсіз апарып көміп тастап жатыр ғой адамдарды. Алла сақтасын. Соңғы сапардың өзінде. Сондықтан бұл нәрсеге абай болу керек. Өте қорқынышты нәрсе. Қамыр жайған кезде, үйде қамыр жаямыз ғой. Қамыр жайған кезде денеміздің бір бөліктеріне қамыр жабысып қалып кеткен болса, дәрет алған кезде ана қамырды алып тастамайынша астына су тимей қалады да, дәрет болмай қалады. Ер адамдар краскілейміз ғой. Машина, үй, ворота, басқа нәрсе краскілеген кезімізде қолымызға краска жағылып кеткен болса, сол красканы кетірмейінше дәрет жүрмейді. Киім клейлеген кезде қолымызға кішкентай клей жабысып қалатын болса, клейді алып тастамайынша дәрет жүрмейді. Ана клейді кетіру керек болады. Бұл нәрселерге абай болуымыз керек. Бұл өте бізге керек нәрсе. Өміріміздегі болып жатқан жағдайымыз, құлшылығымыз дұрыс болу үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазда тұрады ғой, намазда тұрған кезімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қателеседі. Намазда тұрып қателесіп қалады. Оқып келеді да, біткеннен кейін айтады: сендердің араларыңдағы кейбіреулеріңнің дәреті дұрыс болмағандықтан дейді, Алла Тағала мені қателестіріп қойды деп айтады. Имамның намазда тұрып қателесуінің бірден бір себептерінде бірі жамағатының ішіндегі адамдардың дәретінің дұрыс болмауы да. Ол не істейді? Өзіңнің ғана намазыңа кедергі болмайды ғой ол. Бүкіл жамағаттың намазына кедергі болып қалады да, қарсаңызшы. Бүкіл жамағаттың намазына кедергі болып қалады. Сол дәрет дұрыс болмауының себебі. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазда тұрған кезде, мен намазда тұрған кезде арттағы саптың бәрін көремін деп айтады. Саптарың дұрыстаңдар деп айтқан. Саптарың дұрыстаңдар деп айтады.
Ал біздің намаздағы дәретіміздің дұрыс болмай қалуының себебі намазымыз өзіміздің ғана намаз емес, жамағатқа қатысатын болсақ, жамағаттағы намаздың тіпті имамның қателесуіне дейін алып келеді екен да ол. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи айтты ғой, намазда тұрып қателесті да, тұрды да сендердің араларыңдағы біреуің дәретті дұрыс алмауының себебінен мен намазда қателесіп қалдым деп айтады да, қараңыз. Сондықтан бұл нәрсеге абай болуымыз керек. Иә, пайғамбар саллаллаху алейхи сондықтан бұл дәрет біздің алып жатқан дәретіміз. Бұл біздің намазымыздың кілті. Намазымыздың кілті. Ол намазымыз ертең Алла нәсіп етсе, біздің Алланың алдында жәннаттың кілті болатын нәрсе. Сондықтан бір-біріне байланған дәретіміз дұрыс болу үшін осы қолға жағылған лак, үйді краскілеп жатқан кездегі тиіп жатқан краска, жаңағы су өткізбейтін кез келген клей, қамыр қолымызға жабысқан. Бұл нәрселерді кетіру өте маңызды. Қолымыздағы бұл нәрселерді кетіру маңызды. Бұл нәрселер кетпейтін болса, астына су өтпейді. Су өтпегеннен кейін дәрет жоқ болып саналады. Дәрет жоқ болғаннан кейін намаз ұшты деген сөз. Сондықтан дәретіміз дұрыс болмау себебінен де намазда біз не аламаймыз? Ләззатын аламай қаламыз. Ләззатын. Не алатын кезде? Дәрет алуымыз парыз болған жерлер. Ал енді бізде ғұсыл болмай қалатын болса, бүкіл денеміз жуылу керек қой. Ол кезде бүкіл дене жуылу керек. Негізі су өткізбейді. Анау кәдімгі тесіп салынған нәрселер ше. Бірақ білместікпен нәрсенің бәрін Алла кешіруші ғой, білесіздер. Алдын істелінген нәрсе болатын болса, ода проблема жоқ. Ал бірақ кейіннен қазіргі уақытта біле тұра әдейілеп істеу, ол дұрыс болып саналмайды да. Өйткені анау қазір сурет нәрсе бөлек қой, сурет салады, кейін өшіріп тастауы мүмкін ғой, масал. Ал бірақ анау тесіп салатындардың оның ішіне су өтпейді деп айтады да, денеге ше. Денеге су өткізбейді деп айтады ол нәрсе. Сондықтан ол нәрселерге абай болыңыздар. Екінші жағы ол өзімізге қарапайым нәрсе, өзімізге істелінген қиянат қой. Алланың берген аманатына қиянат. Дененің бәрі аманат қой, үстімізде киім сияқты нәрсе ғой, уақытша ғана да. Бізге бердік, қалай пайдаландық, соны ертең қайтарып береміз. Алла нәсіп етсін.